Баршаларыңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан жұмсақ, үлпілдек болып шығатын булочкилердің рецептісін ұсынамын. Алдымен таза ыдысымызға жылы сүт, жылы су құямыз және де міндетті түрде бөлме температурасында тұрған дүкеннің 20% қаймағын қосамыз. Қаймақтың орнына негізі майонез қоссаңыздар да болады. Қаймақтан соң дәміне қарай шекер саламыз, құрғақ дрожж, аз ғана тұз саламыз және де 2 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен осы сұйық массамыз біркелкі болғанға дейін жақсылап бір араластырып аламыз. Міндетті түрде жұмыртқа мен қаймақ бөлме температурасында болғаны дұрыс. Келесі кезекте ерітілген сармай қосамыз. Мендегі сармай станичный деп аталынатын сармай. Кез келген сармайды қолдансаңыздар болады. Және де електен өткізілген ұнымызды, қамыр қопсытқышымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмауы қажет, барынша жұмсақтау қамыр илеуге тырысыңыздар. Егер қамырыңыз қатты болып қалса, біздің булочкилеріміз дұрыс көтерілмей және де қатты болып қалуы мүмкін. Дайын болған қамырымыздың бетіне шамамен бір ас қасықтай болатындай етіп сұйық май құямыз. Тағы да қолымызбен жұмыс жасап, яғни жұдырығымызбен қамырымыздың иегі қанғанша жақсылап илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге шамамен 1 сағатқа қалдырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз әдемі болып көтерілді. Ендігі кезекте осы көтерілген қамырымызды кішкентай бөліктерге бөлеміз. Бұл жерде мен грамдарын өлшеген жоқпын, өкінішке орай, көз мөлшерімен ғана бөлдім. Қаласаңыздар сіздер грамдап кессеңіздер де болады. Және де бөліп болғаннан соң мен пирогқа арналған формаға салып пісіретін боламын. Міндетті түрде форманың астын жақсылап майлап алыңыздар. Себебі қызып тұрған печкеге кірген кезде біздің булочкиміздің асты формаға жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті жақсылап майлап алуды ұмытпаңыздар. Барлық булочкимізді осы формаға жайғастырып болғаннан соң тағы да бетін жауып, бөлме температурасына 20 минутқа қалдырамыз. Сол кезде тағы да әдемі болып көтеріледі және де жұмсақ болып шығады. Бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Қалауларыңызша бетіне күнжіт сепсеңіздер болады. Осы кезде печкімізді жақсылап қыздырып дайындап қоямыз. 200 градуста шамамен 20-25 минут аралығында пісіреміз. Біздің булочкиміз әдемі болып қызарылып көтерілгенше печкінің аузын ашпаңыздар. Егер қайта-қайта аша берсеңіздер, булочкиміз дұрыс көтерілмей, ортасы шикі болып қалады, яғни дұрыс піспейді. Осымен булочки дайын, өте дәмді және де жұмсақ болып шықты. Рецепт ұнаса лайк басып сақтап алыңыз.